Еліміз 100-ден аса ұлттың 18 конфессияның ортақ үйі. Бұл кездей соқтық жайт емес. Сан ғасырлар бойғы қалыптасқан төзімділік пен татулықтың жемісі. Тарихымызға үңілсек, түрлі қиын қыстау кезеңдерді бастан өткерсек те, бірлікті ұлы мұрат етіп ұстаған халықпыз. Бүгінгі бейбіт күн дәл осы сөздің шындық екенін дәлелдеп отыр. Сыйластық тілі ортақ тілімізге айнала алды. Этносаралық, дінаралық диалог еліміздің ішкі қауіпсіздігінің басты кепілі. Бұл тек бүгіннің ғана емес, болашақ ұрпақтың амандығы үшін жасалып жатқан батыл қадамдар. Осы уақытқа дейін бір шаңырақтың астына әр түрлі дін мен этнос өкілдері ашық сөйлесе алатын қоғам қалыптастыра білдік. Қазақстан бейбітшілікті сөзбен емес, іспен дәлелдеп отырған елге айналды. Сондықтан да бірлік пен келісім біздің болашаққа баратын сенімді жолымыз екенін ұмытпайық.